Төреғалиді жестко тоқтатқан Сырым Әуесхан дейді. Төреғалидің айтыстағы карьерасын былай бүйтіп жаңағыда бар ғой бүйтіп күтіп алатынша аяқпен солай тоқтатқан дейді Сырым Әуесхан. Сол осы орайда не айтасыз? Сол қаншалықты шындыққа жақын, сосын солай тоқтаттыңыз. Негізі бұл 100% шындық. Төреғали, тыңда. Айтысты ол бастады. Осындай артынан еріп байтқан інімсің ғой, төбеттің де артынан күші көрген, өскенше қорқушы едік, үлкендерден өскеннен соң қорқамыз кішілерден деп берді. Айтысқа кел деп жүрсін, Ерман айтты, түсіндіріп кетейін елге жайтты. Бұл айтысқа қатысқан ақындардың абыройы басқадан зор деп айтты. Балғынбек, Айнұр менен Жандарбек бар, мықтылардың есебі мол деп айтты. Бірақ та Бекарыс пен Айбек келмей қалған ғой, соның орнына шақырғанмен. Бірақ та Бекарыс пен Айбектерін келе алмай жарты жолдан елге қайтты. Дәл кеше Жүрсін аға маған звондап өлтірел Алматыға кел деп айтты. Бекарыс пен Айбектің орындарын басатын жалғыз ақын сен деп айтты деп халықты бір жарып алдым. Ол кезде кішкентайым енді. Кім танып жатыр мен дегендей. Сөйтіп келдім да сол кімге өттім ғой. Сол алдындағы айтыс. Енді ол ақындарда кейде ондай нәрсе болады. Енді ол жаңағы Айнұрдың біреудің сөздерін айтты деген нәрсеге акцент бердім ғой мен. Жаттаған адам құсап жат құмырын болып кеткен ескі алайын шақты бұрын. 2 жыл бұрын ғана бұл сахнада аламын бұл естіделі атты бүрін. Төртеуің түгел болса деген айтыс өтті ғой Алла жазып сәтті күнін. Төреғали жүкталып сырымменен айтысты видеодан қарап едім, байқадым бұл төкеңнің лақтыруын. Айнұрдың бүкіл сөзін қайталапсың білініп ақындыққа жат қылығың. Айнұрға және тағы басқаларға жаздырып сан айтысты ақты жырың. Ақтықының деп. Бірдеңеде бірақ та қалай әніңмен қалай айтысың да бірдеңе күлді ғой. Ағасы өлтірсең де айтып өлтір, осы жолғы сөзіңнің авторы кім деп бердім ғой. Жетей деп асалып кетсе нені алдым? Енді ол анау Төреғалиға өзіміздің ағамыз ғой, бірақ ана эмоция оңай емес та, оны мен өзім де түсінемін де, ол ондай бір. Сосын бірақ әйтеуір бірдеңе мен осындай деп сәл ақталғысы келіп еді. Мен одан сайын ұрдым ғой. Оңбаған екенсің сен. Төреғали, досым дейсің, хәзір тұрсың. Адамды аямайды екенсің деп па? Ай, Төреші.